Сәке іші барған кесірткенің аузы. Дұрыс айттың. Әрине дұрыс. Мына білгіш сымақты тәубесіне келтірем. Иә, сөйтесің көбдей. Ей, тоқта, мұның не? Бауырым, сақтықта қорлық жоқ. Рорлықтар қорқытушының ең мықтысы. Кішкентай доптан жеңілсек ұят болады. Әлі әкесін танытам оны. Сол кезде мұны қайтып аларсың. Атыңа затың сай екеніңді дәлелдейтін жерің осы. Бүгін емтиханда баланың үрейін қалай талдайтындарынды бағалаймыз. Және оны іс жүзінде тексереміз. Үрей симуляторы. Баланың сезімталдық деңгейі шыртиқыды жатқан кезде бұтына жіберіп қоюға дейін барады. Кәне, бар өнерлеріңді салыңдар. Қазымыр бике емтиханға қатыспақшы. Үрей факультетінде кімнің қалып, кімнің кететіне куә болады. Ал енді бастайық. Мен 5 жасар қызмын. Өрмекшімен Сантадан қорқамын. Үрейдің қай түрін қолданасың? Еңбектеп кеп айғай салам. Ендеше көрсет. Нәтижесін кеңсенің сыртына іліп қоямын. Сабыр ет. Сықырлату және алу. Дұрыс. Ей, құлаттың ғой. Жинап аларсың. Жүрші, Майк. Бәлесінен аулақ. Менен аулақ жүр. Оқу үшін қаншама жанталасып тер төктім. Елдің бәрі сен деп пен. Дарының болмаса әрине дайындаласың. Осылай боларын біліп ем. Кешіріңізші. Байқамай қалдық. Не? Бұл менің қорқытушы болған кезімнен қалған жалғыз көзет. Жазатайым жағдай болып тұрады. Ең бастысы, ешкім жапа шеккен жоқ. Өте мейірбан екенсіз. Жарайды, ал емтиханды жалғастырайық. Васовский мырза, мен Канзастағы 5 жасар қызбын, найзағайдан қорқамын. Мені қалай қорқытасыз? Мүмкін анда бар... Үрейдің қай түрін қолданасыз? Айғай салам, аспан күркірегендей. Көрсетіңіз. Болды, жетір. Мен әлі көрсеткен. Жеткілікті. Мен 7 жасар ұлмын. Аяғына дейін тыңдамадыңыз. Қорқыту үшін оның маған қажеті жоқ. Қажеті бар. Аяғына дейін тыңдасаңыз баланың жыланнан қорқатынын білер едіңіз. Сондықтан ол бақырудың орнына жылайтын еді. Оны әке-шешелері естіген соң монстрлар әлеміне қатер төнеді. Өміріміздің шырқы бұзылады. Біз ондайға жол бере алмаймыз. Демек, бұл жердегі оқу сіздің қолыңыз емес. Сау болыңыз. Не? Тоқтаңыз. Мен Салливанмын. Енді қайтайын, сіздің отбасыңыздың қатты қынжылатынына еш күмәнім жоқ.